Владимир Владимирович, вы прочитали? Конечно, естественно, как не прочитать. Самое лучшее. Ярдан бастады өзді, бір абзацты. Сөйтіп қалған жерге оқып бере қойды, оқып берді. Міне соны келтірді. Сауғат Мираманович. Мінекей деді, сол дүние жүзі бойынша үлкен қамшы болды да. Қайтадан адамдар «Война и мир», тыныштық, Орасан Парақашты роман қайтадан қолға алып көрейік деп, қолға алып қайтадан көрейік. Бұрын оқыған болса, неше оқыған болса. Мен сонан бұрын егер оқыдым деген «Война и мирдің» 4 томын столдың үстіне әкеп қойдым, телевизордың қасына. 4 томын әкеп қой. Шай ішіп отырғанда ашып қараймын жаңағыдай. Ең қызық 4 томын. Өзбекше томын, өзбекше 2 том аударылғаны бар еді. 2 томын әкеп қойдым, өзбекшесін. Бір томын қыдырып келген қонақлар ұрлап кетіп қапты. Өзбекшесін. Ұрлап кетіп қапты. Сол ұрлап кетті дегенге да, не бар ғой, кітаплар дейді ғой, кітап ұрлыққа жатпайды дейді ғой. Бірақ бұл қайқатында да ұрлыққа жатады да. Конечно, ұрлыққа жатады. Ұрлықтың қаты ұрлық қой. Міне сөйтіп, «Война и мир» романы дүние жүзінде жаңағыдай басқа ертеңгі мемлекеттер үшін үлкен қамшы болды. Жаңағыдай переводуда. Себебі «Война и мир» есімде менің пәлен эпизод есімде оқып берейін бе, ядан айтып берейін бе дегендер болды да. Осылар ішінде. Енді солар ішінде біреулер бар, оқымадым дегендерім бар. Оқымадым, киносын көрдім дегендерім бар. Киносын көрмедім. Киносын көргеніңе рахмет. Кино деген балам шылт-шылт етіп кетіп қалады болғанында. Мен түсінігім бойынша да. Киноның жақсы жақтары бар, бірақ дегенмен все равно кино жылт-жылт етті кетті қалды, ұмытып кетсеңдер. Міне соны Сауғат Мираманович келтірді. Міне сөйтіп пропагандалау керек кітап оқуды. Сіздер оны істемей жатсыз. Деді, сонынан басылғанда «Война и мирді» Ташкентте бірнеше мың экземплярда өзбек тілінде шығарды. Өзбек тілінде шығарды, біздің Нөгіске де қайта-қайта келді. Сөйтіп Ташкентте ең өтімді кітап қайланып кетті. Сауғат Мирамановичтың бір ауыз сөзі. Бір ауыз сөзі. Әзірем сол кітаптар еліне келіп жатыр. Нөгістегі кітаптықаларда солардың елі «Война и мирдің» елерге өтіп болған жоқ біздің халық. Оның бәрі ұлтын қыратты. «Война и мирлер» жатпау керек дұқанда. Сразу өтіп кету керек та. Әсіресе өзбекшесі. Енді біздің қаралпақлар орысша оқымайтұғын болды. Орысша оқымайды, қаралпақша жоқ. Сен онда не оқисың? Әсіресе мен қаралпақ оқушыны айтарым да. Қаралпақ оқушылар үшін қаралпақ тілінде жүзі кітаплар азғандай. Жүзі кем аударылған. Оған жаңағы специалистлер не деп айтамыз? Қанегелер жетіспейді, аударма жетіспейді. Қазақтар мен өзбектер Орта Азиядағы ең күшті кітап шығаратын аудармашылары бар. Мемлекеттерде екеуінде жүйтіған әдебиетінің көп кітапларын аударған, көп кітаптарын шығарып жатыр. Соның үшін мен айтар едім, біздің қарақалпақ жастарымыз, қарақалпақ оқушыларымыз өзбек тілінде, түркмен тілінде, қазақ тілінде, татар тілінде кітап оқымаса, егер орысша плюс оны негедір соңғы уақытлар онша тақат берілмей қалды. Оқымаса, көрсе отап қаламыз. Сол негізі қарақалпақ тіліне оқытқан кітабымыз қалмайды. Қарақалпақ тіліне кітап аударма қылу бойынша да негізі бүгін сұрайман деп отырып едім. Себебіне қазіргі уақытта әдебиетіміздің сәл күшсізденіп қалғандай да, сол қатарда аудармада. Себебі жақында Федор Достоевскийдің жинай атқан жаза кітабы қарақалпақ тіліне шықты ғой. Ол алдын 1985 жылы перевод болған екен да. Соны адамдар қайран қалады да, бұл аударма қылынған ба осы кітап деп. Соны аударма қылу түгіл, аударма қылынғаннан білмейді екен да біздің адамдар. Білмейді, бізде пропаганда жоқ. Олар библиотекаларда жоқ. Библиотекаларымыз жоқ, мектептердің библиотекаларында жоқ. Бұрын тұрады. Мұғалімдер 9-шы класстардың программасында Достоевскийдің темалары бар еді. Солар мектептің библиотекасынан кітаптан әкелу керек. Әзір мектептердің библиотекасы жоқ. Әзір мектепте сабақ өтіп жатқан мұғалімдер қарақалпақ әдебиетіне. Ибраһим Юсуптың туасы өткенде Ибраһим Юсуптың топламын әкеліп көрсетіп балаларға. Сондай дәрежеде вайраншылық болды әзірде. Бағдыр дәрістарын әкеліп көрсете алмайды. Мектептің библиотекасы жоқ. Бұлақлары, біздер мектепте оқыған уақытлары, кейінгі уақытлары жақынға дейін әрбір детсадта, әрбір мектепте өзінің бай кітапханасы болатын еді. Шекспирлер, Гетелер, Федор Достоевскийдің романлары, ондан кейін Сервантестің Дон Кихоты мектептің библиотекаларында тұратын еді. Соларды әкеліп балаларға мұғалім көрсетіп алатын еді, оқып беретін еді. Қанегелер жетіспейді оларды Федорстан аударуға. Енді бір уақытларында Достоевскийді аударды, «Война и мирдің»
үзінділерін аударды, Гетені аударды. Гетені аударды, Фаустты аударды Қарақалпақ тіліне. Енді сондай 1,5 мың кітаптар барды. Ondan beri 7 жыл болды. Соның үшін біздің халықтың о кітаптардың аудармасының бар екенін білмейді оны. Тек қана оны мен білемін, специалистер біледі. Специалистерден көпшілігі білмейді. Қарақалпақ тілін оқытатын мұғалімдерден көпшілігі барын білмейді. Бірақ сол жақсы жаңалықтар бар. Кеше Робинзон Крузо қайтадан баспадан шықты Қарақалпақ тілінде. Гулливердің саяхатларын құдай қаласа осы 1-2 айлыққа шығып қалу керек. Енді оларды қазір қайтадан редакторлап, қайтадан көріп шығаратын специалистер жоқ та. Енді олар баяғы заманда аударылды. Уақытта аударма кәсібінің елі әзі уақытлар былайынша қарағанда. Енді қазір аударма санаты жүда өсіп кетті. Енді солай жасап қалып, қазір уақытта Гулливердің саяхатларынан қайтадан көріп шығып, қайтадан редактор шығарғанда қандай әжайып болар еді да. Соның шығарып тұқты құдай қаласа сыртларынан, мұхабаларынан сұлу қылып заманауи қылып. Крузанам сондай. Енді қазіргі кітаплардың мұхабаларына гәбі жоқ. Бірақ ішілеріне менің претензиям жүді көпті. Мұхабалары жүді қиямет шығарып жатыр. Қазір себебі мұхабалар шығаратын қағазлар мынау нелер жүді көбейді ме деймін де, мынау жылтырақ қағазлар. Бұрынлары жылтырақ қағазлар сызақ шыға беретін қадымғы апайнелерменен де, апайнелерменен шыға беретін еді. Енді қазір олар шыққан кітаплар құндырақ болады оңады. Себебі олар арзан болатын. Мынандай кітаплар мінекей Арафа накануне деген романы 20 тиын 30 тиын болуы мүмкін еді. Дүкеннен барып аласаң, оқимын, сен студенттерге беруі мүмкін, сен сұраған сағынан беруі мүмкін, оқи ғой депті. Енді мына кітапты мен пәле мың сомға мен ешкімге бермеймін. Ұстатпаймын, солай ма? Біреулер ұстайын десең қызбайды маған, ұстат қызған жоқ. Ұстатпай ақ қояйын дедім, ол кітаплар менде бар, бірақ ұстап көрейін дедім ғой. Жүдә сұлу да. Енді менде ол кітаптың ішінде нелері бар, жүдә сұлу кітаплар. Енді сырты қиямет болғанменен ішін қайтадан жақсылап шығармасы істеу керек. Кітаплардың бәрін редактор шығымыз. Жаңағы бұрынғыша кітаплардың барлығын қанеге енді әзір жоқ ондай редакторларда. Достоевскийдің романын қайтадан редактор шыққанда қандай әжайып болар еді. Қайтадан редакторлеп, мысалы үшін мен құсаған бір адам. Енді ол мендей адамдар тайырланбағанымда, біздердің поколениеміздің уақымызда негедір аудармашылар тайырланбағанда, біздердің қатарымызда не деген жігітлер бар еді. Мынандай аудармашылар болады оғымда. Солардың бәрі шоғыланған жоқ. Оның менен біздің жауыздар сәм шоғыланған жоқта. Аудармашы мәселесін тайырлауда. Бұрынғы ескі аудармашылар жаңағыдай бірталай шығармалар аударған, бірақ енді олардың аудармаларын қайттан көріп шығатын аударма жоқ. Сіз өзіңізде жаңалық бар ма? Бір аударма істеу өзіңіз бойынша? Енді мен әзір аударма істеу бойынша енді жеңіл-желпілдер аудармасам, бұрынлары баяғы заманлар аудару керек деп жүрген жораларымызбен бірге олардың бәрі өліп кетіп қалды. Уақытта ол талабам жоқ еді. Жаңағыдай аударың. Бізге қызығып біреулер Жауыздар Союзынан, енелерден қызығып, аударың сіздер аударма группасын ашайық, аударма таярлайық деген. Еш қызығы болмады. Мен соған ояғынан Жауыздар Союзынан көп нем бар да, өкпем бар. Неге оны шұғылланба деген аудармашы таярлауға? Русский язык факультетінде көп балалар оқыды. Көп балалар оқыды. Орыс тілін білісте жүдә жақсы біледі оғында. Қаралпақшаға да жетік. Әзір тауылмайсаң, орысшасын жақсы біледі, қаралпақшаға нәрсе сөйлей алмайды. Қаралпақшаға сөйлейді, орысша нәрсе түсінбейді. Міне сондай жағдайлар аударма мәселесі. Мен өзім аударма мәселесін жағдай жақында Роберт Миндулиннің Қарақалпақ ақаңлары деген циклі бар екен. Татар жазушысы, татар шайыры, татардың қазіргі дәуірдегі Ибраим Сufлар десе болады. Роберт Миндулин жүдә атақты шайыр екен. 48-ші жылы туылған, 22-ші жылы пандемияның уақытында қайтыс болып қалды. Пандемияны жұқтырып бейшара. Мен 18-70-ке шыққанда барып едім Қазанға. Қазанға барып сөйледі таныстым. Мақтұмқұлының шығармаларын аударған екен татарша. Сондан кейін соларды сұрадым. Сөйтіп салам алейкум танысып, мен Қарақалпақтан келмесем, мен Қарақалпақстанда болдым. 78-ші жылы Қарақалпақстанда татар күлдері болды деп. Мен сонда барып едім. Уақытта мен жас шайыр едім. Сөйтіп мен деді Қарақалпақлар хақында циклым бар, қосқыларым бар деді. Мен білмеймін ғой дедім да. Неге білмейсің деді. Мен Қарақалпақлар білмейді дедім. Мен білмесем Қарақалпақлар вообще білмейді дедім да. Мен сізге хабарым бар дедім да. Менің хабарым жоқ дедім. Демек, сіздің о топлап цикліңізден Қарақалпақтың хабары жоқ дедім да. Онда мен саған әкеп берейін деді. Әжайып циклдар қосып.
алты жеті қосығы бар, жүдә әжайыпты. Ондай Қарақалпақ поэзиясында ондай қосықлар кемде кем ұшырасады. Ибраһим тауымында кемде кем. Жүдә әжайып Қарақалпақ достығы хақында. Соны әкеп алдым, сөйтіп әкеп берді. 7 томлы кітабы шыққан екен 60 жылығында. 7 томлы кітапта. Шығармалар жиынтық топлағын. Соның маған үшеуін әкеп берді. Інісі бар екен, тарих институтының директоры. Соған бара ғой деді, мен ертең келе алмаймын, соған беріп жіберемін деп. Әкеп берді, сөйтіп, маған 3 томын берді. Соны 7 томына әкелейін десем, нүксе көтеріп кетуің қиын болады ғой деді. Яқ, әкеп берсеңіз көтеріп кетемін дедім да. Сөйтіп, бірақ 7 том, қалған 4 томын таппадық деді. 3 томын тапсызың үшін деді. Бірақ соның ішінде Қарақалпақ ақынлері, Қарақалпақ ақынлерін татарша. Ақынлер деген Қарақалпақтан бар да. Соны сөйтіп, бұл не болса мен Қарақалпаққа таныстырайын деп, аудардым. Сөйтіп Қарақалпақ тілін аударып, Аудар журналда бастырдым. Сол хат былайынша қарасаң, жүдә жақын тіл ғой татар тілі, жақын тіл. Соған қарамастан, бірталай не болды, ең кейінде. Сол бір сөз келмейді да, Қарақалпақ татарша айтайын десең, татарша жібере берейін десең, ол арасында сыймай тұрып, шайқаспай тұр қосыққа. Қарақалпақ сөзі табылмайды. 1 айдан кейін бе, 2 айдан кейін бе, бір сөз келді. Орнына қоя қойдым да. Татарша аударма дегеннің машақаты да. Бір орыстың аудармашысы айтып еді, немістердің қосықларын, неміс жайлау қосына аударып жатқанда, бір сөз еш келмеді есіме. Бір сөзді тоқтап қалдым дейді да. Аудармады. Бір сөз еш табылмай келмейді. Сөйтіп бір жүрдім. Ярым жылдан кейін көшеде кетіп бара жатсам, сол сөз қиялыма келді дейді. Бірден. Бір сөз табылмай жатқан сөзім бір келді. Сондан кейін қайттан аударма жүріп кетті. Соның үшін аударма жұмысым жүдә машақат жұмыстардың біреуі. Соның үшін әзір Қарақалпақ әдебиеті үшін аудармашылар таярлау. Мынау айрым әзір русский язык факультеті бар. Сөйлерге барып, ықыласы бар. Қарақалпақша түсін жақсы біледі оған, орысша жақсы біледі оған. Қызларды, балаларды аудармашы, аудару группаларын ашып, Шауышлар сөзінің қасында группаларын ашып, соларға заказлар беріліп, соларға түсінік жұмысларын алып барылып, аударманың өзінің теориясы бар, практикасы бар. Бұл өз алдында ілім болғанда жүре терең ілімдердің біреуі да. Соны әзір көп аудармашыларымыз аударманың не екенін білмейді. КС-лерде, журналдарда айырмақлары аударма деп аударған пәленше деп қояды. Элементарно хабары жоқ та аударманың не екенінен да. Сөз білсе аударып қоя береді. Сөз жаман да, сөз жаман, ең жаман нәрсе. Сен сөз аударуға болмайды оғынан. Жаңағыдай оның аударманың өзінің теориясы бар, оның несі бар. Жүдә аударма жүдә тонкий нәрсе, жүдә нәзік нәрсе. Соның үшін аударма мәселесі жүдә қызық проблемалардың біреуі. Мен өзім аударма мәселесі бойынша көп жақсы көремін, себебі мен балалығымнан бастап айтып отырмын ғой. Біздер 6 класстан бастап мен 5 жасайын түркменше оқыдым Көндіргенші районында. Мен түркмен тілінде оқимын да, сөйтіп Қожеліге көшіп келдік Қарақалпақ. Сөйтіп Қарақалпақша оқитын болдым. Қарақалпақша бір жылдан sonra сөйлеп үйрендім. Қарақалпақша үйрендім. Ондан кейін өзбек класспенен бірге, қазақ класспенен бірге оқитын едік. Тарих сабақларында, математика сабақларында, тіл сабағында айырыламыз да. Соның үшін біздің классларда Қожелді Шепшин мектепте біздер балалар өзбек тілінде, қазақ тілінде, түркмен тілінде, Қарақалпақ тілінде базбаяғы кітапларды оқиды, таласы оқиды. Мынау өзбекше екен, мынау қазақша екен демейді. Соның үшін жаңағыдай қазақша кітаптар уақытта көп келеді оқынады. Өзбекшілердің көп аудармалар көп болады. Жюль Верннің романдары өзбек тілінде көп романдар шығады оны. Қырылып жойылып оқитын еді. Міне соларды біз хатты сұрайтұғын сұрап, оқып, сол қызыға аудармашы деп қояды да. Бірінші бетінде мен соған диққат бер. Аудармашы мың бір түннің кітабын бізде уақытта мың бір түннің аудармасы 51 жылы аударылған екен, бірінші варианты. Ол жерде әжайып аударма. Қапан сатып алдым бет. Соның кітабын бір балада әкесі алып, әкесін күнде оқытып, қайттан орамалға түйіп, аршаға салып құлдырып қойды, маған бермейді деп айтты. Оралбай жарамсам қайсыз болды. Сол бір күні бізге көрсет, бізге сол кітапты көрейік бір. Сөйтіп ұрлап әкеп көрсетіп кетті. Орамалға түйілген, енді орнына қоямын депті. Кітаптың қадірі сонша. Сондай дәрежеде қадірлі. Сол Оралбай Мыңбұртының жаңағыдай әкем мені оқытады дейді, күнде оқытады. Жаңағыдай қол тегін ақылары. Сол Мыңбұртының басы 4 том бастан аяғы ядыға білетті. Сол сабақты онда айттырамыз, пақтабында айттырамыз. Оралбайды Аймағамбет Оралбасымыз. Марқұм қайтыс болды, тей берсін жүреміз. Жүзінде сөзге шебер бала еді.
себебі Мыңбұртымнан тәрбиялағанда ол Мыңбұртымның сөздері ажайыпты. Міне сондағы бірінші есімде қалған сол Қапан Сатыбалдин шығарған сол бірінші аударманың авторы. Онан кейін таза аудармалар болды. Сол бірінші аудармаға шыға тақап береді. Кім аударған екен деп. Аудармашы деген бала аудармашы деген. Сондан бастап қызық басылады. Өзбек тілін қарасам тәржіме қылған деп қояды. Тәржіме қандай болады екен? Қандай болады аударған? Ансат бекен, қиын бекен. Сол 5-ші, 6-ші ғасырда оған кітапларды, Жюль Верн аудармалары тәржіме қиын болатын шығар. Орысшаны қандай да білу керек. Біздер орысшаны аудармақты түсінгендей дәрежеде боламыз беген деп ойлайтын да. Соны әлбетте еплеп оқитын болды, 10 жылдар еплеп оқитын. Сен орысшаны түсініп оқитын 10 жылдар бітіргеннен кейін басадым. Орысшаны расылап шұғылданғаным 10 жылдар бітіргеннен кейін орысша өрнейін деп, орысша соғақтары 14 сөздік шықты Қаралпақ өзбекше, Қаралпақша өзбекше, орысша Қаралпақша ма, онан кейін кішкентай ғана бір сауыр алдым. Калин көшенің бойында бір тазы кішкентай, азығы республикатураның орнының қасында кітап түкен бар еді. Жағында өргеден тұрды. Сол кітаптан кеді еп барсам, кірдім іштім. Барсам жаңа сауыр тұрған екен сөздік, Қаралпақша, орысша сөздік. Орысша Қаралпақша, оны алдым, сатып алдым. Сөйтіп, тағы бір кітап тұрған екен, орысша, өзбекше, лұғат. Карманысы бар, кішкентай қалтасы, кішкентай томпақ. Онан кейін Абанес Туманянның қосыла топтан тұрған екен. Абанес Туманянның армия шайыр. Сол ішінде бір кішкентай қосы бар еді. Соны оқысам түсіндім да, қосам түсіндім оны. Ажайып кітап, әзір кітапларым бар да, 100 жылға тұрған кітаптар қиямет шықмас. Сөйтіп тамия қарап тұрсам, бір сыртында роман бар екен. Сыртын оқыдым, Виллис Лацис деген. Сөйтіп сыртында қайықтың ішінде, океанның, теңіздің ішінде толқыларменен айқасып, қайықтың ішінде бір жерде есік бір матрос алдында бір қыз отырыпты. Сөйтіп оқысам, «Потерянная родина» деген романның аты. Сөйтіп оқыдым мен «Потерянная родина» уақытта. Енді дұрыс правильно «Потерянная родина» да. Уақытта мен орысша білмеймін ғой, «Потерянная родина». «Потерянная родина», «Потерян». Жоғалған отар. Оны еплеп түсінгендім. Бұна малайын деп соны алдым. Сөйтіп, кітаптың бір жыл davamında орыс тілімен шұғылдандым. Сөйтіп, орыс тіл факультетіне кірдім. Қарақалпақ тіліне, әдебиетіне қарғысылар айтып, оқымай-ақ қояйсы Қарақалпақ. Сол жаңағы рус әдебиеті дегенге біз ойлаймыз сол өзбек тіліне дерлік хамис аударма қылып болған шығар деп, не? Кеше бізде естіп қалдық, Достоевскийдің «Вечный муж» деген повесті бар екен, да? Соны Ибрахим Ғафуров өзбек тіліне аударма қылған. Хуршид Досмұхаммад кітаптың атын іздеген, «Вечный муж» деген қайта аударма қылсақ болады деп қайта іздеген да. Енді ол кісілер жас үлкен кісі ғой, білімі бар, жас адамға тапсырып болмайды да ондайды. Сол қатар Қарақалпақ тілінде аударма қылған аудармаларды жастарға емес, көбірек сізге, сіздің қатарыңызда инсандарға тапсырса, сондай бір жаңалық бар бола ма екен? Енді ол аудармаларды әлбетте жастарға тапсырған мақұл болады. Мысалы үшін менің енді әзір бұрынғыдай бір азанға дейін отырып едім, кітап оқып, азанда бір болып тастайын депті. Әзір 1 сағат, 1,5 сағаттан тек отыра алмаймын да. Көзім ауырады, белім ауырады, онан кейін жақпай қалады, оны шаршаймын да. Жақында азырақ бір өкім орынғырап тағы әзірлеп қалдым ба, білмеймін. Соның үшін жаңағыдай бұл әзір мынандай тәжірибе бар да, бұрынлары не бар еді? Қадаған етілет онады. Мысалы үшін Расул Гамзатовты тек орыс тіліне аударасаң деп аударылады. Лев Толстойды тек орыс тіліне аударасаң деп аударылу керек. Орыс тілінен Достоевскийлерді. Әзір, мысалы үшін бұрын бізден басқа, естірден басқа жердің көп мемлекеттерінде басқа тілдерден аударыла береді. Мысалы үшін Қарақалпақтар әзір, мен айтып отырмын, орыс тілінен аударуға бізде әзір не жоқ, маман жоқ. Орыс тілінен аударуға. Мен білетұғын маман жігітлеріміз, біздердің жораларымыз, бірге оқыған жораларымыз бар еді. Сол аударсақ болады деп жүретұғын. Олар өліп қалды. Олар өлмегенде біртілай істейді. Олардан ешкім кәсіпке жаңағыдай тартқан адам болған жоқ та. Аударсын, жәрдем бер, аударайық депті. Мысалы, менім сондаймын да. Менім көп бұрыннан 15-20 жыл бұрын, мысалы үшін тартқанда, мысалы үшін жәрдем берейік, давай аударайық деп. Аманияз шақырған болар едім. Тағы да 5-6 шекілер өтіп, мынандай аудармашыларда. Сосын сіздің ізіңізге еріп, қасыңызда жүріп, шәкірт түссе. Шәкірт түскенде, мысалы үшін, сондан шәкірттер пайда болар еді. Әзір жоқ, өзімізден басқаламыз жоқ та. Соның үшін, әзір мінекей айырымдылерде, мынау өзбектердің өздері, қазақтардың өздері, яғы шығыс елдерінің
жазушылардың кітаптарын, Япон, Қытай, ондан кейін мынау жақын шығыс елдерінің, Европа елдерінің көп кітапларын орыс тіліне аударған деп атырыпты да. Орыс тілінен аударған, мысалы үшін өзбектің я қазақтың жазушысы, аудармашысы. Ана тілден емес та. Енді біздер hem қазір біз Қарақалпақ тіліне жақсы біліп отырған балаларды, ақсақалды Жасылкөл 60-ға 50-ге келгендерді, мысалы үшін өзбек тіліндегі жақсы аудармалардан Қарақалпақ тіліне аударып алу шанс бар да. Бұны жол қоюға болады. Тап сіздердің басшылығыңызда да. Бірақ ол не болып қалмай ма? Ешқандай. Аудармадан аударма болып кетпей ма? Аудармалағаннан өзбек тіліне аудармалаған. Өзбек тілінен аударған жақсы күшті аудармалар бар да. О енді Қарақалпақты сен мысалы үшін Япон тіліне аудара алмайсың, Қытай тіліне аудара алмайсың, француз тіліне аудара алмайсың, неміс тіліне аудара алмайсың мысалы үшін да. Қазір орыс тілінде олардың бар. Енді айтып жаңағы орыс тілінде Европа әдебиетлерінің, шығыс әдебиетлерінің, Европа әдебиетлерінің барлығы аударылды болады да. Шығыс әдебиетлерінің барлығы да қиын, бірақ шығыс әдебиетлерінің көпшілігі аударылды да. Орыс тілінде барлығы бар. Соның үшін мен ойлаймын, ешқандай бұның айыбы жоқ. Өзбек тілінен мысалы үшін Делбәні, Достоевскийдің Делбәсін өзбек тіліне аударған деп жіберсе болады. Себебі өзбектердің өздері мысалы үшін Япон тілінен, Япон жазушысы Акутаваның мысалы үшін айырым романдарын Япон тілінен емес орыс тіліне аударған. Орыс тіліне аударған деп қойыпты. Демек болады екен ғой. Ал өзбектер, қазақтар және басқа жазушылардың тілдерін білмей тұрған болса, демек оларды орыс тіліне аударып жатыр. Демек бізге қазақ тілінен өзбек тіліне аударуымызға болады. Айыбы жоқ. Бірақ оны өзбек тілінен жақсы білуіміз керек, Қарақалпақ тілінен жақсы білуіміз керек. Жаңағыдай сорын қайнатып, масқарасын шығармай аударуымыз керек. Андрей аға, осы жерде алдын ұстазларымыз айтатын еді біздерге. Бұлай, мәселен, Пушкинді аударып отырған уақытта Пушкинді Қарақалпақ қылып жібермеу керек, Қарақалпақша сөйлеп тұрған Пушкин болу керек деп айтатын еді. Сол пікірге қалай қарайсыз? Мәселен, жазушылар, ямаса шайырлар шығармаларды аударып жатқан уақытында, мәселен, өзінен қосады. Бір Қарақалпақтың колоритіне, ямаса менталитетіне тиісті сөздер қосып жібереді. Сондай, мәселен, қағидалар бар ма деген ғой? Қағидалардың бір фраза бар. Аударма екі таның баласы дейді. Екі таның баласы. Пушкиннің қосқыларын Ибраимов аударды ма? Бірталай қосқылары бар. Я помню чудное мгновение бар. Басқа қосқылары бар. Мыцериді аударған Уам Лермонтовтікі Пушкин аударды, біздің Ибраимов аударды. Демек, екі таның баласы деген аударма екі таның баласы. Қарақалпақша Мыцери Лермонтовпенен Ибраимовтің баласы. Пушкиннің қосқылары, Пушкин әкесі болатын болса, мұнағында Ибраимов әкесі. Енді соған өгей әке болса да, әкесі екен деген дейді аудару керек болады. Әкесі, бұл достойны, өгей әкесі болған менен, бұл өзінің төл әкесіндей қатынас жасап тұға, қияметқа аударып деген болу керек та. Соның үшін аудармада, аударманың түпнұсқаның оригиналдағы идеялары сақлану керек, дұрыс сақлану керек. Пушкин болып қалу керек. Бірақ Пушкин Қарақалпақша сөйлеу керек, бір Қарақалпақша сөйлеу керек. Біз оны оқып отырып, бәрібір Пушкин екенін сезіп баруымыз керек, сезіп отыруымыз керек та. Ол Пушкин екенін сезіп отыруымыз керек. Бұл жаңа идеялар, жаңа сөздер, жаңа ұғымлар пайда болды Ибраимовтың аудармасында. Себебі Пушкинге сүйеніп, ол Қарақалпақ тіліне жаңа ұғымлар, жаңа түсініктер кіргізді. Қарақалпақ тілінде Пушкинді сөйлетті. Ол екінші әкесі. Атақлы аудармашы орыстарда гениал аудармашылар бар. Гениал аудармашы деп айтылады. Любимов деген бір отырған Любимов өздерінің аудармалары бойынша Ленин сыйлығының лауреаттары болды. Өзбектерден көп. Қазір мына Жаһан әдебиеті журналы шығып жатырыпты. Өзбектің аудармашылары жұмыс қалып еді. Ол өзбектің аудармашы жаслар көп араласып жатыр. Жаһан әдебиеті журналында да жас аудармашылар, солардың көпшілігі аудармаларын жіберіп жатырыпты. Бұрынғы ескі тәжірибелі аудармашылар оларға не беріп жатырыпты. Талқылап жатырыпты олар аудармаларында.
олардың аудармаларын оқып тұрасаң енді әлбетте жастардың аудармашылар кемшіліктері көп, мен өзім көріп тұрамын айырмақта. Дегенменен ол жерде все равно бәрібір жақсы аудармашылар пайда болып кетір да жастар. Сіз мәселен теоретиксіз ғой, әзір теоретиксіз аударма мәселесінде, әдебиеттану мәселесінде. Енді өзіңізде сондай дөретушілік бар ма? Мәселен аудармадан тәсірленіп істеген дөретушілігіңіз, жеке дөретушілік бар ма? Дөретушілік жас тұрас па деген ғой? Мен жас уақытларымда, бала уақытымда жүдә ұқыплы, жақсы бала едім, ұқыплы, талантлы. Кейіннен бәрі жоқ болып қалды. Мен 9-шы класста жеткіншек кайсында, жеткіншек кайсының жарты полосасында, бір бетінің жарты полосасында көрініп шықты. Пілақында көрін деген. 62-ші жылы, неше жыл болды 62-ші жылы? Амудера журналында Бәтен Сейтниязовтың қосылар топлам ақында мақалам шықты. Мақсат Марат Нұрмұхамедовтің қолдап қуатлауыменен соған жақты біздің мақалалар. Ондан кейін басқа мақалаларым, шықпаған мақалаларым бар, оларда жүдә критикалығында көп болды да. Енді соғақларымен жаздым, соғақларымен елем өкінімін, қандай жас уағында, бала уағында да жақсы оқылы бала едің, кейіннен үлкейгеннен кейін бәрі. Жаңағыдай шайлып кеттің депті, шайлып кеттің деп. Енді қазірім ара-тұра жазаман, ара-тұра жазып тұрылады. Аударма мәселесінше жаңағыдай жеңіл-желпі мақалалар жаздым, кішкентай. Ондан кейін жаңа аударма не бойынша Роберт Менделиннің қосылар топламы ақында, цикл ақында 5-6 беттік мақала жазып қойып, Амудераға беріп едім. Оны ұмытып кетіппін, енді барып қадағалауым керек болып тұрды. Олар жойып қойыппыз, бұрынғы елдер қайырдахан білмейді деген деді. Мен шығарып жүрмесілдер деп, қадағалау керек болады да. Теория бойынша мен жаңағыдай бала уағымнан қыстым дедім ғой, соның үшін мен бала уағымнан басылап, өзі студент уағымнан басылап, аударма бойынша кітаптар шықса бәрін жинай тұғырадым. Қызық та маған. Қызық. Аударма деген не өзі? Мен оқып жатқан кітап аударма. Мен көп кітаптардың бәрін аудармада оқимын. Орыс тілінде аудармада, жан әдебиятының барлығын орыс тілінде аудармада оқимын. Өзбек тілінде аудармалар оқимын, қазақ тілінде. Аударма деген не өзі деген нәрсе? Сол 66 жылы теория перевода, мастерство переводан кітапларым 66 жылы алған екенмін. Оны қайерден алдым, қайерден сақладым. Сол аударма бойынша кітаплар сақланып тұрыпты да менде. Ондан кейін соңғы уақытлары Москвада жүргенде көп кітаплар жинадым. Солардың бәрі маған теория бойынша көп нәрсе білемін әзірде, көп нәрсе айта аламын. Бір уақытлары теория бойынша Қарақалпақ тілі филология факультетінде разряд магистрлерге лекция оқыдым. Теория аударма теориясы бойынша, онdan роман теориясы лекция оқыдым. Ондан кейін оларам негеден 1-2 жылдан кейін бізге бермей қалды. Мен айтқандарынан пайдаланып, программаларынан пайдаланып, өздеріміз оқып көрдім, оқи беріп. Менің қалбімді білмеген істеп қойдым олар. Сонша. Сол балаларға аудармаларды сабағында аударма өтіп, тәрбиелеуге болатұғынын білгенім бар да. Себебі аударма бойынша өзі 5-6 бала оқиды еді, 7 балам еді магистратурадан. Соларға жаңағыдай бір тапсырма беріп отырып, Пушкиннің Булат и Злато деген қосығы бар да. Злато сказал, все куплю. Булат сказал, все отберу. Злато сказал, отберу. Оны білмейсіздер, көрсе тупойсыздар. Енді сол. Соны аударма, соны өзі 4 қатарда ансатта алтын айтты, бәрі Қарақалпақшасы есімді. Қарақалпақшасы алтын айтты, бәрі менікі. Болат айтты, бәрін тартып аламан деді. Алтын айтты, бәрін сатып аламан деді. Болат айтты, бәрін басып аламан деді. 4 қатар, үшің айтқанында. 4 қатар, өзім ансат. Бұған деді сөз. Сөз соны аударып, соны аударып көрейік деп. Сөз жаңағыда өлі аударған оларында жаңағыдай алтын айтты, Болат айтты да аударған ғой бәрі. Бәрі тартып аламан, басып аламан. Енді ол аударма емес та. Алтын дегенде общий алтында. Өрді Пушкин злато деп қойыпты да. Ол злато деген обработқа неге түскен алтында пұлға айналған алтындар болады. Тағы шақлар қайна, бұл құны бар алтында, злато деген, құны бар алтын. Алтын осы общий алтында, сом алтында алтында.
Пушкин злато. То есть пул алды. Бұл айтты, бәрін сатып аламын. Бәрі менікі деді. Сатып алды да, бәрі менікі деді. Полат айтты, Полат болса. Полат деген, біздерде Полат деп, алда біздің балдар аударды Полат деп. Полат айтты, бәрін сенікі болса, сенікі мен тартып аламын деді. Сондай шығармаларды түсіндіріп беруіңіз керек та. Енді аударма темасын жасаған болады, себебі ілмилесіп кетті да. Себебі біздерді әртүрлі жастағы адамдар көреді. Соның үшін бір кітапты апайлау қылып шолып берсеңіз, мысалы жаңа кадрдың арқасында сөйлестік, кітап бір дегенде өзінің сырын ашпайды оқушыға, қайта-қайта оқу керек деген, иә? Біз енді бәрібір жастамыз ғой, оны толық түсінбейміз. Қазір жаңағы аударма мәселесіне жұмақлайын. Сөйтіп жаңағыдай аударып шықты барлығы жаңағы. Полат айтты. Полат деген жаңағы қадімгі орыстарда болат деген сөз құрал жарақта. Мысалы түсіндірдім да, алтын дегенде болады. Сөйтіп сіздер басқаша аударуыңыз керек. Злато. Сөйтіп олар сөйтіп аз жол бағдырдым. Онdan кейін алтын басқа қандай аттары бар. Зер шапан деп айтамыз. Зер тұрына арабек, зер алтын басқа. Зер пұл. Зер алтында, зәр. Зер қадірін зәргер береді. Зерге береді. Алтын. Ondan кейін Полат деген дедім, орыс тілінде Болат деп дедім, қолжарақтың барлық түрлерін Болат деп айтады да. Бір қанжардан басылып барлығында. Қаралбақ тілінде Полат деп айтсақ, тек Полат, қанжар түсінбейді. Соның үшін сіздер Полат деген сөзге басқа сөз табың. Алтын деген сөзге басқа сөз табың. Сөйтіп, жағалардың қайтадан аударың. Айтты деп айта бермен. Айтты деген, деді деген сөздер бар. Деді деген сөздер. Солардың барлығын орнына қойып, сөйтіп бірақлар ұйқасамшы. Сондан кейін 7-8 мәртеден кейін балалар нормальнырақ аударма әсілен алды. Демек, балаларға түсіндірсең, аударманың принциптерін түсіндірсең, демек, сразу өсіп басқаша көзқараста болды да. Мен сонда айлан қалдым да, үйретуге болады екен ғой. Соның ішінде бірде жарым қыздар балалар тым жақсы аударып шықты. Мадрим ағамыз, тым білмейді бұны деп. Сөзі аударып айтты. Мына жаңа сен айтқан кітапларды талқылау мәселесі бойынша, бұл талқылау мәселесі жүдә жақсы нәрсе. Себебі мен білемін, қазір культура канал соңғы 1-2 жылдан бері көрсетпей қалды. Неге? Сол жерде Игорь Бисер деген не бар? Көрсету бар. Игорь Волгин деген жігіт апарады, 80-ге шықты былтыр. Неміс жазушысы, Нобель сыйлығының лауреаты Герман Гессенің романы бар. Игорь Бисер деген. Герман Гессе. Қайсы кітабы деген? Герман Гессе, сол кітаптың аты Игорь Бисер деп айтылады. Герман Гессенің кітабы. Герман Гессенің өзі өмірінше библиотекада істеген, библиотекар болған кітап шығарумен шұғылданған. Кітап бойынша білмейтін нәрсе жоқ. Герман Гессе, Нобель сыйлығының лауреаты. Соның сол кітабының атын алған Игорь Волгин, Герман Гессенің кітабының атын алған Игорь Бисер. То есть жаңағыдай шашылған зер моншақларды жинау, тізу. То есть бір нәрсе шашылған, сол мәнілерін шағып тартып алынды. Сол мәнді айтылады да. Сол әптесіне бір мәрте дүнияға белгілі кітапларды талқылайды. Бір мәрте. Сол үшін қасына шақырады, мұна накануне романын талқылап алатын болса, Тургеневтің бойынша книга доктор наукалар профессор Төртөбесеуін шақырады. Олар таярланып келеді. Өзі тайым болады. Сөйтіп оларға сауал қояды. Мынау бойынша. Мен түсінбей жатырмын, түсініп жатырмын. Сізде қалай түсінесіз? Мұнда мынай жатқан ғой депті. Сөйтіп соны бастан аяғына талқылайды. Әзірге даваманның көзқарасынан да. Бұл әжайып передача еді. Әжайып передача. Мен тыңлағандарымның ішінде Чеховтың көрген бір не болды. Көп тыңладым оның, көп тыңладым ділердің ішінде. Көп романлардың, сырт елдердің романларын, орыс әдебиетінің романларын талқыға салады. Күрінгілер талқыға салады. Чеховтың бір күрінгін алады. Соларды ортаға тастайды. Өмірінше Чеховпен шұғылданған 4-5 специалист, профессорлар. Солар соған мәні береді. Сөйтіп талқылай, өзі басшылық қылады. Игорь Волгиннің журналистика факультетінде спецсеминар оқитын еді. 77 жылы Игорь Волгиннің лекциясында 2 рет лекцияны тыңладым. Соның үшін Игорь Волгиннің передачасын қалмай тыңдайтын едім да. Себебі уақытта олам жас еді, мен жас едім. Сөйтіп
сабағын барсам, МГУ-ның журналистика факультетіне бардым. Барсам жаңағыдай Игорь Волгиннің Достоевский бойынша спецкурсы бар екен. Сөйтіп барайын деп тұрдым алдында, аудитордың алдында. Сөйтіп келді бір уақытта, сразу таныдым, суретін көріп жүрміз ғой. Сондан кейін сондай маған кіруге бола ма? Сондай Қарақалпақстаннан мен аспирантпын дедім, кіруге бола. О, бала кіре бер. Сөйтіп 3 рет кірдім соған лекциясына. Кейінгіле баруларына уақыт болмай қалды да. Әжайып лектор, әжайып шайыр, өзі шайыр, әжайып енді ведущий да. Енді сол передачалардан көп үлгі алуға болады. Сіздер таласпанын көрің, Игорь Бисер деген Россияның культура каналында әзем давам етіп жатыр да. Әзем давам етіп жатырыпты. Сондай менеге жаңа сен давам еткен сұрағаның жаңа кітапларға мәні беру. Шолу. Біздер ана қанша көп кітап оқи берсек ham бәрібір жас болғаннан кейін өмірлік тәжірибеміз аз болғаннан кейін ба кітап толық түсінуге бәрібір сол жаңағы сол сюжетті оқып қоямыз. кітап енді бір оқығанда әлбетте кітаптың кейінгі сюжетлерін ең қармаларын қалады. Соның үшін классиканы бір мәрте емес 10 мәрте оқуға болады да. Бір мәрте, 2 мәрте, 3 мәрте айттым. Мен Толстойды «Война и мир» 3 мәрте оқыдым депті. Енді Достоевскийдің романдарын бір мәрте шалалап оқыдық. «Преступление, наказание» нелерінің барлығы. Енді 2-ші мәрте, 3-ші мәрте оқуға Братья Карамазовлар нәрсе уақыт шықты. Енді арада керек жерін көріп аламын да. Керек жерін көріп аламын. Енді бастан аяғына оқуға уақыт жоқ. Соның үшін әр көрген сайын басқаша пікір пайда болады. Соның үшін жаңағыдай бірден оқып алып тұрып бәрін түсінемін деу мүмкін емес. Себебі классикалық кітаптардың барлығында мәнісі шыда терең болады да. Әр оқыған сайын оның басқа концептілерін, басқа мәнілерін ашып басылайсың да. Бұл әлбетте өзің үлкен бақыт. Кітап оқу бір үлкен дананың айтқан несі бар. Сауатлы болу, бір нәрсені оқи алу, дүниеде ең жақсы бақытлардың біреуі екен деп айтқанда, ал бізде бақыт деген не деп сенден бақыт деп сұрасам, ой, жақсыға үйлену, дәулетлі болу, жаңағыдай машин міну деп айтасыз да. Ол, пожалуйста, ең дана адамның айтқаны. Мен кітап оқып білген адамды, сауаты бар адам, ең бақыт емес деп ойлаймын. Себебі кітап оқи алады, сауаты бар. Міне, бәріміздің сауатымыз бар, кітап оқи аламыз, бірақ кітап оқу бақытынан махрум болып жатырмыз әзір. Кітап оқымай қалдық, азыр оқимыз да. Кітаплардың мәнісі көп. Элементарный мәнісі мысалы үшін да. Енді Лев Толстойды атпай қояйық. Олардың әр нелерінің өзінде, эпиграфлардың өзінде сразу белгілеп қойыпты. Библиядан келтіріп қойыпты. Библиядан келтіріп қойыпты, Құраннан келтіріп, басқалардан келтіріп қойыпты. Солардың барлығы кітаптың терең мәнілігін білдіреді. Шыңғыс Айтматовтың анау романның өзі, не романда, «Ранние журавли» повестінде, ерте келген тырналар. Соның өзінде онлаған несі бар, эпиграфы бар. Әйемгі заманнан бастап Индиядан, Армениядан онлаған эпиграф бар да. Солардың барлығы Шыңғыс Айтматовтың «Ранние журавли» повестіне кілт. Сол ар жағында солардың мәнісін ашып беріпті. Радио ішінде эпизодлар, сюжетлер бар, бірақ солардың ар жағында жаңағы эпиграфта алынған мәнілер бар да. Мысалы үшін, мысал, Робинзон Крузода қандай мәні бар? Кемесі апат ұшырады, өзі атауда қап қойды. Басқа не мән тауы қандай? Сонда қиыншылық мәні, бірақ ауылына қайт, ебілі қайт. Даниэль Дефо, автор Даниэль Дефо. Робинзон Крузоны бірінші рет оқығанда 6-шы класста едім. Менің қолыма түскен кітаптың мақалаларым жоқ еді. Ішіндегі бірінші беттер титульный бетім жоқ та. Сол менен тек текст басылғанда, мына текст, романның тексті. Мен атларын білмеймін, сол кітапты оқып шықтым да, қазақша. Артында да жоқ екен да, еш нәрсе. Артында бар жоқ. Мен жазушы кім, бұл аты қандай романның білмеймін да, сөйтіп оны армияға барғаннан кейін барып білдім мен. Мен Робинзон Крузоны оқыған екен депті. Робинзон Крузоны оқыған екен, автор Даниэль Дефо екен депті. Бірақ Робинзон Крузоның сюжетлерінің барлығы менің қиямет есімде қалды да, қазақша, қазақ тілінде оқыдым.
міне айтып жаңағыдай адамшылық инсандық депті. Бұл жерде әлбетте жүзде көп нәрсе бар. Білесіз бе, Ремузон Даниэль Дефо инсанияттың адам болу тарихын өз ішіне алдыраман деп жазды романда. İnsaniyetin tarihi hazır özünün dövrüne deyingi tarihi. Özünün dövrüne deyingi tarihi madem var. Sebebi o жаңағы тиын тауып алғанда, пұл тауып алғанда жерде қуанса пұлды сақтап қояды. Уже пұлдың шыққан барса, жаңағыдай уже буржуазм бер башланды да. Сол дәуірге дейін Даниэль Дефо жәмиетті қамтыған. Бірінші не намыстанады? Жүзіп шыққаннан кейін корабльден кеме апатқа ұшырағаннан кейін жүзіп шыққаннан кейін қайтып сол бір түнде қайықта отырды. Не қылды? Қайта жатып шықты. Робинзон Крузо. Атауды? Шықты, епіліп. Атауға шықты. Енді ол атауда адам жоқ. Кілең зиян жәліктер көп, ауылдар көп, басқа нәрселер көп. Енді ол өрді мүмкін емес отыру ол. Атаудың ішінде. Я оны жасыр атаудың жайы жоқ, я төлесі жоқ. Не қылды? Қайықта түнеп шықты. Теректе шығар. Сен дұрыстап оқымағансың, оқысасың да бастағанмын. Әлбетте теректің басына мінді. Оның басқа жағдайы жоқ еді. Теректің басында кімдер жүрді адамзат пайда болғанда? Маймыл. Адамзаттың бірінші этапын көрсетіп қойды Даниэль Дефо. Адамзат адам болу үшін, адам болардың алдында теректің басында күн көрді. Маймыл едік деген сөз. Символдық мәні да? Символический контекст бар. Неге маймылдың осыны міндіріп қойыпты маймылдың орнына? Себебі біздің соған сілтеу беріп қойыпты Даниэль Дефо. Ондан кейін не болды? Жаңағыдай анаяқта мынаяқта От жағып көрді. от жағу қиындақ болды. Оған дейінгі жерден анау-мыналар теріп жеп үйренді. Да қадымғы маймылдар соны қылмай жергізіп жаңағыдай теріп жеп үйренеді. Ондан кейін теріп жеп үйренді, жерде өседі екен, соны сақлап қоюды үйренді. Ондан кейін жаңағыдай кемеден алып келген қалтасының ішінде 4-5 бір қысым бидай шығады. Бидай екті. Міне адам диқаншылыққа үйренді адам. Оған неше миллион жылдар керек болды. Міне бұл екінші этабы, үшінші этабы ондан кейін екінші диқаншылықтың алдында не бар? Аңшылық. Аңшылық қылды. Аңшылығымыз әлі жоқ еді. Балық ұстау керек болды. Құслар ұстау керек болды. Жаңағыдай қоян-қолды ұстау керек болды. Оларға жүгіріп жете алмайды. Соның үшін жаңағыдай аңшылықты үйренуге мәжбүр болды. Аңшы болды, аңшылыққа. Олар ұстай алмағаннан кейін жабайы ешкі ұстап алды. Ешкісін сауып үйренді. Әне, диқаншылық ұшырасы. Шаруаға өтті ма? Шаруаға. Екінші, теректің басынан түсіп шаруа болды. Ондан кейін диқаншылыққа үйренді. Ондан кейін жаңағыдай қайық салады. Ұсташылық. Енді ол жай керек болды. Төле қазды. Төле ішіне анау-мынау қою керек, кәт қою керек, қап ұстау керек, не керек. Ұсташылық үйренді. Бұл үшінші этап. Ондан кейін енді анау-мынау соғып үйренді. Кемеге барып қайтады, батып кеткенше. Ішінен балта шөкіштерін әкеледі. Солармен жаңағыдай, енді дөңгелектіп, батаудың аяғында кім бар екен, не бар екен деп, қайық соғайын деп қайық соқты. Бұл уже теңізде жүзу этабы басталды. Теңізде ашу айтты. Бір кітаптан соңынша нәрсе, Робинзон Крузо кітап бойынша сізге өз алдын қайттан бір көрсету болу керек екен. Мен солардан кеп шығып, бұл сөйтіп аяқымда айланып шықты дөңгелектерінен. Сондан кейін жабайы адамларды көрді. Жабайы адамдарменен жаңағыдай оларды ұстап алса жеп қоятынын білді. Ұстап алған жаңағы екінші қауымның адамдарын ұстап алып, оларды пісіріп жеп жатқанын көреді, бақылап отырады. Сөйтіп бұлам қорқады, олармен қатынасса қиын. Оларды ұстап алса бұлам жеп қояды. Сөйтіп, осында енді не қылу керек? Мақсаты, қасында жәрдемші болады, біреуін ұстап алу. Біреуін ұстап алды. Жұмабайды. Ұстап алды. Сөйтіп оны адам қылды. Өзіне жәрдемші қылып алды. Міне адамзат жаңағыдай, хайуанды үйретті өзіне, адамды үйретті өзіне.
сөйтіп жаңағыдай сөйтіп ойланып жатыр. Ондан кейін жаңағыдай қандай да бір кеменің ішінен қалғанда ма, кемеден қалған затлардың ішінен барғанда ма, жаңағыдай теңгелерді көрді, пұлларды көрді. Олардан тастамай қалтасынан салып алды. Ол уже буржуазный дәуір басталды. Сол қараңдар. Оған пұл не керек оған өзі? Ол жерде да. Ол жерде керек. Ол жерде ешнәрсе керек емес. Бірақ все равно буржуазный үстін адам ол. Буржуазный мемлекеттен шыққан адам. Буржуазный дәуірдің нелерін, принциптерін уже меңгерген адам. Ол дүние болса жинау керек, дүниені қалтадан салу керек. Міне соны соғырған пұлдардың қалтасынан салып алады, тастамайды. Оған дым керек жоқ пұлдың да, дым керек жоқ. Міне солардың барлығы Робинзон Крузо романның шекара ар жағындағы гипертекст деп айтамыз. Гипертекстінде барды. Бұлардың бәрі Даниэль Дефо соларды көрсетемін деп мақсат қойған алдына. Оны ешерін айтып қойған жоқ, мен сөйттім атырман. Сөйтіп атырман деп та. Оны тек қана өзі біледі, жаңағыдай терең біледі, түсінетұғын жазушылар, әдебиетшілер біледі. Ой, Даниэль Дефо жүзі терең қараған екен ғой. Ең кейінде Даниэль Дефо, Робинзон Крузо Архангельске келеді ғой. Кейінгі бөлімдерінде онша есімде қалмапты. Архангельске келеді, Россияға келеді. Робинзон Крузо саяхатшылар. Соларым қайтадан Робинзон Крузоны толық баратын оқу керек. Робинзон Крузо қалып жатырмыз кішкентай. Балаларға арналған не ғой? Шақланған варианты. Робинзон Крузоның толық варианты 500 беттік кітап. 500 беттік кітап Робинзон толық варианты. Міне сонда кітаптардың әммесінің ар жағында белгілі дәрежеде контекст бар. Сол контекстлерді түсіну үшін әлбетте көп білім керек, тәжірибе керек, көп оқу керек. Ойнаймер, контекст. Ойна деген сөздің өзінде қанша контекст бар. Ойна деген қаяқты. Троянский войнадан бастайық, бір тарихта суретленген. Гомердің Троянский войнасы. Троянский войнаны біледі, оның себебі Троянский война, Троян ұрысы Гомердің романдарында өз сәулесін тапқанда. Соның үшін мұны әммен білеміз да. Енді сонынан бастап Лев Толстой Гомерлерменен жарысқа түскен адам. Ұрыс көрсету бойынша. Гомерлерменен. Соның қаһарманларыменен атлар амиқатаж. Анау Элен Курагинаның Элен Курагинаның аты. Елена. Троян ұрысына себепші болады, оның қыздың аты Елена. Анада Лев Толстойдың бір қаһарманы Елена Курагина. Ол махау нашарлардың біреуі. Махау. Жаңағыдай аристократ жігітлердің барлығын басын айландырып, жаңағыдай түрлі жолға салып, соның ішінде Балконскийдан, Безуховтан басын айландырып, Наташаны жолдан шығарып, Курагинменен қашып кетуге себеп шыған Елен Курагина. Бәрібір Наташа өзінің жолын табады. Сол пожалуйста контекст. Лев Толстой жүда жаңағыдай инсанилыққа жақын адамдар ғана бақытлы болады. Тәкаппарлық, менмендік ешқайсысы жол таба алмайды. Соның үшінде романның кейінде көп қаһармандар өліп қалады. Не болады? Бақытқа еріскен Пьер Безухов пенен Наташа Ростова. Екеуі қосылысты. Пьер Безухов жүда мүләйім жігіт, жүда терең білімді, жүда мүләйім, ешкіммен жарыспайды, тарыспайды. Үйленгеннен кейін өзі ақыл айран болып жүреді. Міне Наташа Ростова да сондай, өзін адамдарға қызмет қылуға бағыштаған адамда. Андрей Балконский сонша жақсы көрді, сонша оны жаңағыдай өлгенде жадырбағында қасында жүрді. Бірақ бәрібір Андрей Балконскийді Лев Толстой өлтіреді. Бәрібір Андрей Балконский Наташаға мұнасып емес. Себебі ол мемлекеттік қайраткер, оның қиялдарында мемлекет хақында үлкен нелер бар, үлкен ойлар бар. Наташа да ондай ойлар. Наташа тек қана шаңарақ болу, бала тәрбиелеу, адамзатқа қызмет қылу адамдарға. Міне Наташа Ростова өзінің нашарлық, инсайылық борыштарын аяғына дейін орындаған инсанда. Пьер Безухов сондай. Пьер Безухов. Оны әмме күледі, романның ішінде күледі. Пьер Безухов жүда спокойный, жүда көп сөйлей бермейтін, жүда бір қызық жігіт Пьер Безухов. Бірақ ол жүда
мүлайым жігіт, шыда терең ойлайтын жігіт, көп нәрсені ойланады. Соның үшін екеуіне Лев Толстой бақытты нәсіп көреді. Екеуі қосылса романның ақырында. Енді ұстаз, сол «Война мирда» образлар көп қой. Мәселен, адам атлары дым көп та. Енді ешбір жазушыда бекарға қоспайды ол образларды. Мәселен, сол образлардың несін шағып алу үшін нелерге тібір беру керек? Мәселен, не үшін қосылды ол образ? Лев Толстойдың романында, мен ұмытпасам, 800 қаһарман бар. 800. Бірін-бірін тәкрарламайды. Бір-біріне ұқсас емес. Енді бір көрініп кететін қаһармандар, бір сөйлеп кететін қаһармандар бар. Бірақ олар индивидуалды көрінеді. 800 қаһарман. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романында неше ай оғанам соған шамаласып қалады Абай жолы. Абай жолын оқыдыңыз ба? Тупойлар. Абай жолын оқымасаңыз, Төлепберген Қайыпбергеновтың романдарын не түсінесіз? Төлепберген Қайыпбергеновтың романдары, әлбетте, олармен салыстыруға болмайды. Дегенменен өзіміздің романдарымыз, ондан көп нәрселер бар. Дегенменен Мұхтар Әуезовтің романдары дүниедағы ең гениал романдардың біреуі. Сол Лев Толстойды сыйынып отырып жазылған романдар. Чолпанның романы, Кеше өкіндіз романы. Кеше өкіндіз, «Война и мир», атына қараң. Атынан салыстырып үйренгенде. Кеше өкіндізі міне оқып отырып, айран қалдым. Ойбой, сол уақытлары Лев Толстойларды қатты үйренген екен ғой. Біздің Чолпан, себебі Чолпанның уақытында бұлар уже ол орыс гимназиясында оқып көріп қалды да, орысша біліп қалды. Орыслардың келген уақыты патша Россиясының уақытында. Гимназия ашты, сол гимназияда Чолпан өзбектің Осман Насыр соңғысынан бірталай шайырлары оқыған. Орыс гимназиясында. Сөйті бұлар гимназияда жүріп бала жас уағынан басылап Чеховты, Лев Толстойларды оқыған. Оған әлбетте Пушкиндерді оқыған. Соң жазушы болам, сол себеп шаң болу керек. Ондан кейін әлбетте Кеше өкіндіз романында Лев Толстойдың романы оны жаңағыдай үлгі болып тұрды да, атына қарап. Ол Чолпан өлмегенде ол романы 4 томлық роман болар еді. Әзірге басып атқан 1 томлық роман. 1 томның өзін айран қаласаң, Наташа Ростованың образынан үлгі алып жазылған жерлері бар. Наташа Ростова есіне келеді да, басқа жерлерін ой молодец деменше Чолпан қиямет үйрен. Ол жаңағыдай көрініп тұрған жоқ. Тек қана түсінген адам түсінеді да, мынау Наташа Ростовадай қылып суретлеп тұрған мынаны. Чолпанға рахмет депті. Міне, үйрену дегенім сондай болу керек та. Үйрену дегенім сондай болу керек. Өзіңіз Толстой жақсы көресіз бе, Достоевскийді ма, қайсысы? Мұғалім сипатында мұғалімдер ондай дәрежеде айтпау керек. Мұғалім программа кірген адамзат оқыватқан кітаптардың бәрін жақсы көреді. Енді өзіңіздің ішінде субъектив өзіміздің субъектив пікірмен симпатияңыз болады ғой? Симпатиямен Лев Толстой, Достоевский, әлбетте, оларды айтсаң Чехов қалып қояды ол мына жақта. Пушкин қалып қояды ол мына жақта. Біліп тұрмын, жауап бергіңіз келмей жатыр, екеуін бірін сайлағыңыз келмей жатыр. Яғни ешқайсың сайлаймын, бірін ешқайсың өкпіртін келмей. Себебі Достоевский десем Лев Толстой тұрыпты. Лев Толстой десем Пушкин тұрыпты. Пушкин десем Чехов тұрыпты. Чехов тұрыпты. Енді олардан қояйын десең, міне онда Шолохов тұрыпты, Тихидон. Пушкин дейін десең, тек Пушкин десең, Твардовский не қыламыз. Александр Твардовский, Есенин не қыламыз. Олардан жақсы көремін да. Мен сол қатты естігім келіп тұр да, сізден қайсы бірін сайлаңыз. Ана екеуін дуэльге шақырсақ та, екеуін дуэльге шақырды, қайсы тіріпті оласыз? Қайттырыпты. Әзір, мысалы үшін менің көпшілік пікірлерге қосылсам, солардікі мақыл десем, әзір 20-шы ғасыр Лев Толстойдың әсірі деп айтылады да. Әзір Лев Толстойдың әсірі болып жатыр ғой, міне, өзбек тілінде қайта басылып жатыр. Достоевскийдің романдары. Әзір 21-шы әсір Достоевскийдің әсірі деп айтылып жатыр да. 21-шы әсір Достоевскийдің әсірі. Себебі Достоевскийдің қойған мәселелері әзір адамзаттың алдына келіп жатыр да. Достоевскийдің қойған мәселелері. Достоевскийдің қайсы романында бар. Жаңағы бір балта қолына ұшып кетіп жүріпті да, айларым жүріпті. Космоста. Балта ұшып жүріпті. Балта ұшқанда, балтаның ұшуы жақсылыққа келе ме? Yeah. Достоевский айтқаны бар жаңағыдай, человек становится человеком
когда он способен на страдание. Страдание. Азер человек, в страдании человек должен страдать за судьбу другого, за судьбу человека, человечества. Міне азер бұлан мұлы бұратыр. Әркім өзінің қарабасымен ғамда қарабасын ойлайды әркім. Адам мені қоңызының хабары жоқ. Пәленше болып тұрса, бұрын ондай емес, бұрын жаңағыдай жүда адамдар бір-біріге мünәсәбәті жақсы, қиналады тұғын, ашына тұғын. Әзір бұлан мұлы барады. Достоевский соған шақырады. Адамзаттың келешегі, адамзат еш уақытта мынау қиналуды, страдание ұмытпау керек. Басқа бірі үшін. Өзі үшін емес, басқа бірі үшін. Тек сол уақытта ғана адам болып қалады. Табиғат үшін. Жан үшін, инсан үшін, адам үшін, бала үшін. Міне сол Достоевскийде, Достоевскийде бір шарын қою болады. Кітап оқу, газет оқу, үлкен бақыт. Үлкен бақыт. Ол бақытты біз, ол бақыттан махрұм болып жатырмыз әзір. Махрұм. Газеттен махрұм емес, кітабын махрұм. Бірақ сөйтіп, бақыт хақында яман көп пікір жүргіземіз. Бақыт деген не, бақыт деген не, бақыт деген не. Дүниялы болсам, машин мінсем, ене марка машин мінсем, дүниеде ең сұлу болса үйленсем, 2 ай 5 ай жайым болса, міне соларды бақыт деп түсінеміз. Материализм. Материал көзқарастан. Соған азыр үгіт насихатлайтын жастар көбейіп кетті да, сол затты, материализм. Енді сол жәмиеттегі рауайланудың бір жағылма кеткеннің белгісі да. Болып атқан реформалардың, дүниежүзіндегі реформалардың бір тарапымен кетуі да. Бұл әмме жақта алжастық болды. Европа елдер қашан кітап, ол біздерден бұрын қашан кітап оқыды қойды. Россиялар кітап оқып отыр, Россияда уже соңғы жылдарда уже қайтадан басылған кітап оқу. Кітап оқу, Россияда қайтадан басыланды. Кітап оқу, жылда кітап ярмаркасы болады. Мүмкін емес дәрежеде кітаптар келеді. Россия бойынша кітап издательство болар. Кітап шығарып атырды. Олар сол кітапты өтемедесе, өтеді дейді, спрос көп дейді. Россия кітап оқуға, қайтадан кітап оқуға отырып атыр. Еледі оларым жалы болып кітап оқымайтын болдық деп. Оларым көп жалы бедеді ғой, кітап оқымайтын болдық деп. Бір гапты зор айттыңыз, Достоевскийдің әсірі 21-ші ғасыр болып атыр дедіңіз. Сол адамлардың көбірек сол қайғыға, депрессияға түсіп қалғанының себебі болса керек, қайда не ойлайсыз? Қандайдыр заманлар өзгеріп, капитализм келіп жатқаннан кейін, күнкөріс қиын болғаннан кейін ба адамдар көбірек қайғы болып қалады да? Енді сол, қазір 21-ші ғасырда біз бақытлы әзір болады деп есептеп едік. Біздер сондай-ақ 70-ші, 80-ші жылдарда Москвада көп академиктер лекция қыладым ғой. 80-ші жылдарда біздер әзір қиыншылықлы дәуірде жасаңқырап жатырмыз, сауатлы білініп жатырмыз. Елі 21-ші ғасырда ең әжайып дәуір келеді, ең сауатлы білімді дәуір келеді. Себебі адамзат 21-ші ғасырдың басына келіп, дүниедағы не нәрсе жаман, не нәрсе жақсы екенін түсініп бастайды. Адамзат 21-ші ғасырдың басына келіп, түрлі кеселіктерден құтылады. Әзіргі сифилис, басқа генетикалық аурулар, олардан құтылады. Медицина сонда рауылады, адамзат олардан құтылады. Адамзат сауатлы білімді болады. Көп кітаптар ой. Міне адамзат сіздерге айтатын, сіздер бақытлы дәуір жасайсыз депті. 80-ші жылдарда академиклер, сіздер бақытлы дәуірге ерсіз, 21-ші ғасырда сондай заң болады депті. Міне 21-ші ғасырдың 25 жылымен көріп отырмын да. Сонда бақытлы нәрсе көрмей отырмын. Енді оған бақытсызбын деп айту дұрыс шығар. Балаларым бар, қызларым бар, ақыларым бар. Алдыңызда біреу отырыпты міне. Бақытсызбын деп айту қиын шығар. Бірақ 25-ші ғасырдың мынау адамзаттың басына салған көп машқалалары тым ауырып кетті да. Ауруларға ауру қосып алдық қайта. Аурулардан құтыламыз деп едік, қайта таза аурулар пайда болды. Таза проблемалар пайда болды. Наркотик, наркомания, тағы миллион нәрсе пайда болды. 21-ші ғасыр бақытты дәуір емес, бұл тым бақытсыз дәуірге айналып бара жатыр да. Шыңғыс Айтматтың тағы сіздерден оқыдыңыз ба сұрасам? Табра Кассандраны оқыдыңыз ба? Табра Кассандрада не бар? Әзіргі дүнияның утроптағы, жатырдағы жатқан тұқым енді адамға айналатын жоқ елі. Елі не деп айтамыз? Эмбрион. Эмбрион.
эмбрион дүнияға шығуға, дүнияға туылуға мен қарсымын, шықпаймын дейді. Себебі дүнияда қызық жер қалмады деп. Неде айтып қойыпты, сол жерде Шыңғыс айтматов бір бетке дейін жазып қойыпты. Дүниядағы не жаман нәрсе бар, соның себебінен эмбрион мен дүнияға туылуға керек емес маған дүнияға. Ол дүнияға барып мен не қыламын дейді. Кілең жаман нәрселер тұрды дейді. Павло Кассандрада. Айтқан екен бір-екі орай. Мынандай табиғат, экология мәселесі көп қойылған ғой, қозғалған ғой. Мәселен, суым таза емес, хауам таза емес деген мәнісі сондай. Енді сол яға білуіміз керек қазіргі адамзатта. Өрде тек су табиғат ақында бар, өрде бір бетке созылған перечень. 21-ші ғасырдың бәлеқадасын Шыңғыс Айтматов, ол енді 90, Шыңғыс Айтматов неше жыл қайтыс болды? 2008-де қайтыс болды ма? Сол 2008-де ол роман 95-ші жылы жазылды, Павло Кассандра 97-ші жылы. Сол уақыттың өзінде 21-ші ғасырдың бәлеқадаларының списогін беріп қойыпты. Бұл көркем шығармадағы есап. Публицикалық мақала емес. Жаңағы неге туылмайсың десе, жаңағы эмбрион сол келтіріп қойыпты. 1, 2, 3, 4. Міне осы себептерден мен туылғым келмейді. Бұл дүнияның бәрі ойрайшылық, масқарашылық. Сифилистен бастап міне бәрі. Міне соны қайтадан ашып көрің. Қарақалпақшасы, өзбекшесен бар, қарақалпақшасынан бар кітап болып шықты ма, шыққан жоқ бөгін. Амудерда шықты. Павло Кассандра. Солай еледе көріп алың, қайттан соны оқысаңыз, мінеге өерден тағы көп мәселені көресек, океанда жүзіп кеткен киттер өзін құрғаққа лақтырады. Міне бұл не деген? Өзінің жасап атқан табиғатынан, табиғи орталығынан безіп, өлімге өзінің басында батып жатыр. Адамзаттың сондай дәреже келіп тұрды, қашаты адамзаттың бірақ қашатын жері жоқ, баратын жері жоқ. Кілең қай жаққа барсаң, қай жерге барсаң, терроризм, сепаратизм, экологический проблема, аурушылық, кілең. Нүкісті әмме жерге барсаң, ең көп нәрсе аптека. Демек, ең көп нәрсе аурулар. Бәріміз кеселміз. 21-ші адамдардың барлығы кесел. Бұл кеселден не жақсы күтуге болады? Кеселден не жақсы күтуге болады? Кеселдің қолынан нәрсе келмейді, кеселмен отырмады ол. Бұрындылар көп шығатын еді көшеге, жаңағыдай кітапларын сатып. Енді үйлерде кітапларым таусылды ма деймін. Тек мына нереге бір жігіт келеді, болды жақыннан бері, онан кейін анаяқтағы үлкен базарға бір-екі бала бар, келеді оған. Базар алдында тұрады кітаплар. Бұрынлары көп кітап келеді оған еді. Бұрын 15 жылдың ар жағында көп кітаптар келетін. Үйлерін татарлар, бір орыс айлар, татар айлар, пашты күнде келеді оған еді. Әпте сайын келеді оған еді. Соларда не деген кітаплар алдым мен. Зая болмасын, обалдап кететін деп жаңағыдай. Арзан уақытта кітап. 1000 сомнан еді. Кітапты көріп алсаң, тұрған тұр. Обал ғой. Бұны орта Насыбай Арауға, Шімішке, қызлардың Шіміш шағу деген бір кетсе болмай жатыр. Маршрутларда отырып, сұп-сұлу келіншектер, қызлар Шімішін шағы бетіңе қарап түкіріп отыра береді қазір. Міне мәдениет. Достар, бетіңе қарап түкіріп отыра береді. Сұп-сұлу келіншектер, зато құлағында 2 сырғадан, әр бармағында 1 жүзіктен 10 жүзік. Сондай әшекөй келіншектер, қызлар Шіміш шағып, бетіңе қарап түкіріп отыра береді. Соның айып екенін білмейді. Ұстаз, енді көп кітап оқыдыңыз, көркем әдебиетпенен бір қанша көп таныссыз. Бұл көркем әдебиет оқу, кітап оқу сізге не берді? Бүгінгі Мадрей Тұрсынмұратов деген үлкен шақсты тұлғаны қалыптастыруде қандай қызметі бар? Кітапсыз мен өзімнің өмірімді көз алдыма келтіру қиын да. Сол балалығымнан басылап, мен түркмен оқыдым дедім бірінші. Түркмен тілінде Мұдам Даяр деген газет бар, біздегі жеткіншек. Мұдам Даяр, сонда күрелерді оқидым. Ондан кейін сол жақта бірінші түркмен жазушылары Ағахан Дұрдиев деген, Мерет деген повесть есімде, Мерет тағы бір пьесалары нелері. Ондан кейін Нұрмұрат Сарханов деген жазушысы бар, Кітап деген Мақтұмқұл ақында. Солармен бірінші көзім ашылған кітаплар десем болады да, соларды мен елегінен есімде. Базарларда көріп жүрсем, Нұрмұрат Сархановтың кітабы тұрыпты. Оны дәрі алдым. Мен баяғы заманда оқыған кітапларым бұл депті. Нұрмұрат Сарханов түркмен, оларым гимназияда оқығанда Ағахан Дұрдиев, Нұрмұрат Сарханов гимназия орыс тілінде оқыған. Соның үшін 30-шы жылдар олар көрген жасында оқығанда.
Ondan кейін мен 3-ші класс уағымда, я 2-ші класс бедім Шымбайда бір әжапаларымыз, аталас әжапаларымыз бар еді. Ол әжапаларымыз тіріме, өліме қатынаспай кеттік кейіннен. Білмейміз, ол енді үлкен, ол қайсан болған болу керек. Негедір үлкен ағалар, апалар қатынаспай қалды. Сол әжапамыз көнеге көп қыдырып баратуын еді. Көнеге әжапамыз, Оразгүл Шоға деймін аты. Көнеге қыдырып болды. Жас қыз болу керек, я келіншек бәген білмеймін. Біздердің жаспыз. Сонда көнеге Қарақалпақша газет апарғанын білемін. Ondan кейін 51-ші жылы шыққан ба, 52-ші шыққан ба, әдеби алманақ деген көлемі мына құрақымдай жұқа қаплы кітап барды да, Қарақалпақша. Нөкісте шыққан әдеби алманақ. Ол әжапамыздың өзім сол кітапқа қызыға тұғын, газет оқитұғын болу керек. Сол біздер же түрім болып кетесін деп апарған болу керек. Түркменше бұралда төкіп кетіміз деп. Сол жаңа кітап менің бірінші Қарақалпақ әдебиятын оқыған десем болады. Оның ішінде бірінші арасында Аббас Дабыловтың Бахадыр дастаны үзінді бар екен да. Мен соған айран қаламын. Бахадыр дастаны мен 2-ші класста, 3-ші класста оқыдым да. Себебі ол басқа кітап жоқ. Кітаптардың бәрі түркмен тілінде. Үйде оқып берді, сондан жаңағыдай оқып. Мүмкінсі мен Қарақалпақ тілін ұмытпауыма, кейіннен тестікілеп алуыма сол кітаптар оқығым себепші болу керек. Ондан кейін Әмет Шамуровпен тағы бір орыс жазушысының екеуінің 40 қыз киносценарий бар екен ішінде. 40 қыз дастан бойынша киносценарий жазғанда киносценарий. Сол 40 қыз бойынша ол киносценарий болған жоқ. Ол қойылмады. Ondan кейін Арал балықшылар деген киносценарий жазған екен Әмет Шамуратов. Ол кейіннен кино болды. Арал балықшылар деген. Сол бар. Есімде қалған. Сол кітап үйде бар. Онам мына көне базарда случайно таптым да. Көзіме оттай басылды. Мен көрінде оқы. Ол 52-ші шыққан кітапта мен оқыдым, қалды ол уақытта. Енді бұл жерде көзіме түсті көріп, дәру алдым. Үйде сақлап қойып, соны кеше ұмытып кеттім, соны көріп алуым керек ішінде бар екен. Сөйтіп, соның ішінде сол кітаптар. Онан кейін Ибраим Батылаев дегеннің қосығы білімен, Ибраим Сүтмие қатары қосығы. Уақытта жас шайырлар қолар еді. Ешімге бергісі жоқ. Мен ең есімде ғаны Аббас Дабыловтың Бахадыр дастаны. Соның үзіндісі. Соны жақсы қайта-қайта оқытқан болу керек маған. Үйде ағамдар, апамларда. Кеше жақында қайттан шықты сол Бахадыр. Бахадыр дастаны, Бахадыр бұрынғы шыққандары бар. Сол Бахадыр dastanын мен 53-ші жылы оқыдым. Үзіндісін. Соның үшін, сондан бері мен олайша кітап жинаймын, сол кітапларымның айырымдарын көшіп келгенде алып келдім. Ondan кейін бұл жерде көпшілігі жоқ болып кетті. Сол бұл жерде ондан кейін сол нөкір қожалығы көшіп Қарақалпақтан көшіп келгеннен кейін 6-7 класстан бастап жаңағыдай оқыған кітапларды алып қою, жинап қою. 7-8 класста кішкентай полк соғып қойдым бір шай ящиктен. Қартардың қадаларының ішіне бөліп, ішіне 20-30 кітап сиятылды. Сол кітаптар 20-30 кітап үстіне қоятын. Сол кітаплардың бәрін қалдым, армияға кеттім. Армиядан келсем, кітаплар қалмаған екен, бәрін әрін ұстап кеткен. Ішінде бір кітап қалды. Соның ішінде сондай кітаплардан. Ondan кейін есімде қалған кітаплардың біреуі Болат Қарашанақты 6 класста оқыдым. Казакалин Сталин. Ең құдірлі кітаплардың біреуі. Войништің Овод деген кітабымен бірге. Войништі білесіз бе? Кеше жақында олам. Сона Овод. Так, ішінде геройдың аты Артур киносын көрдік біздер уақытта. Ondan кейін жаңа қазақша кітапларын оқыдық. Жаңағыдай неге қолым бар. Свеча қолым басып, жаңағы тесіп шыққан тұрады оған. Артурдың нелері, киноларында. Міне сол кітаплар, мысалы үшін бізге үлкен не болды. Болат Қарашанақты, ondan кейін Казакалин Сталин. Солардай дидактикалық. Ondan кейін Капитанский дочка. Пушкиннің Қарақалпақша варианттары бар еді. Ondan кейін жас гвардия, молодая гвардия. Ондай дидактикалық кітаплар жоқ та, әмі халықта жоқ. Міне, мысалы үшін мінекей айтып отырмын, Войништің сонасы. Ондай кітаплар Англия әдебиетларында бар, Франц әдебиетларында бар, Гаврош нелері бар да. Енді ондай құр дидактикаға құрылған кітаплар, қосықлар бізге онша не бермейді. Мысалы үшін Бердақтың дидактик қосы, балам, анау бол, мынау бол дегендер бір оқып қоямыз да. Бұларға онша мән бермейміз. Мәңгі пүр жүрізе бәр. Неге жаңа Болат Қарашанақты жұқырайды. Сол бала, жас бала, өспірім бала, соны азат қыламын деп
ана полицияларға ұмтылып Жұқырайды азат қылып қашып кетеді. Не деген ол ерлік, революцияға берілген ерлік та, идеяға берілген революция деп айтамыз ғой, идеяға берілген ерлік. Полат Қашыновты тағы Павел Корчагиннің образындай образды дөрету ол әркімнің қолынан келе бермейді. Міне сол Павел Корчагиннің образы дүниедағы ең жақсы образдардың біреуі, себебі оны айтылып атырып тұрса, оны капиталистік мемлекеттерден көп аударған екен. Капиталистік мемлекеттерде пұл таппаса аудармайды ғой. Демек Павел Корчагин КГС уақытында көп стратегиялерге аударылған екен. Соның ішінде капиталистік мемлекеттер бар екен да. Мысалы үшін бір мысал, Павел Корчагин түрмеге қамала бірінші түрмеге түскенде оның жүзі бір жоғары инсанилық фазилеттерінің біреуі. Түрмеге түседі, қамалады, ұстап алады. Жұқырайды, босатамын деп түрмеге қамалып қалды, ұстап алады. Или бала. Сонда жаңағы бала түрменің ішінде қызлар жатырды, балалар жатырды барлығына. Сөйтіп бір азанда кеште түнде білмеймін, роман қайтадан оқып алу керек. Жаңағы Христина деген қыз келеді Павел Корчагиннің қасына. Паша, мені ертең бәрі мынада ойран қалады мені дейді да. Сен мені ойран қыл мені дейді да. Паша, бұлар мені ойран қалады. Мені ойран боламын, бірді ойран боламын. Оның орнына мінекей, сен ажайып жігітсің. Яқ дейді. Мүмкін емес қой дейді да. Күресуіміз керек, сенем күресуім керек. Әне, соны Андрей Платонов хайран қалып келтіріп сол эпизодты. Павел Корчагин ұқсаған адамдар қазіргі дәуірге сыймайды бұлар. Бұлар 2 жылдан кейін пайда болады деп жазады. Платонов деген адам, білесіз ғой, гениальный жазушы. Сол Павел Корчагинді романын әмі сөгіп атқан уақытта соның рецензиясын оқып хайран қалдым. Платонов хайран қалдырған кітап екен ғой бұл еле. Платонов әрбір нәрсе хайран болмайды. Павел Корчагиннің образындай образды өретімен кітапларының барлығы Платоновтың Павел Корчагиннің образындай образды өретімен жазған образлар. Көпшілік несі да. Бірақ сол Павел Корчагинге хайран қалған. Бұндайым азаматтың образын өреткенін ұнайды. Павел Корчагиндегі адамдар еле берін бұл дүнияға жайғаспайды. 2 жылдан кейін пайда болады деп айтқан. Дұрыс қой. Бір эпизод Павел Корчагиннің әрекетлерінен. Сол кітаплар маған 6 класста оқығанда сол еле тәсір. Жаңағыдай оның Кремльге барып, Москваға барып, Красный площадьқа барып, әрі жаңағы сезімдері. Сол уақытта ойланып отырып, Қызыл майданға менен барамын екен деп. Расында Қызыл майданға қайта 70-ші жылдары Қызыл майдан үстінде күнде өтетін болдым. Қызыл майдан үстінде библиотекаға барамын деп. Сол бірінші 64-ші жылы армияға барғанда бірінші увольнениеге шықтым. Сөйтіп бірінші Павел Корчагин Островский музейіне бардым. Сондай дәрежеде Островский музей Горький көшесінің бойында Кремльге жақын. Островский музей білемін, кітаптан оқыған. Островский музей. Островский музей жаңағыдай. Көзі көрмей мынандай неде соғып беріп, білесің бе, картонға сызып береді. Сол картонның ішінде жазып отырады. Қатар. Роман өзі жазатын жерлері бар. Картонға жаңағыдай қатар деп сызып береді. Кесіп ойып береді. Әр бетке сөйлем маңдайым. Соған салып жазған. Соған салып соны еге жазады. Әстен қолымен жазып отырады. Қолымен ұстап отырып жазады. Сондан кейін жәрдемші береді оған жаңағыдай. Көзі мүслімей қалады, аяғы мүслімей қалады. Ондан кейін қола мүслімей қалады. Ондан кейін ауызша айтады. Ауызша айтып басай, оны Анна Караваева деген соқта жас жазушы сол жәрдем келеді. Айтқанларының бәрін қағазға түсіріп отырады. Сөйтіп Казакалистардың романы пайда болды сондай. Жазғанларын расында өтірік пе деген бір ойлапты. Расында музейіне барып көрдім да, жатқан караваты, жатқан жері, жаңағыдай картон қағаздан кесілген нелердің бар, қалемдері, жазылған нелері, бірқатарының үстіне екінші, бірқатарға үстіне бар жазып жерлері бар екен. Көз көрмейді ғой, жазып жіберген жерлері бар екен. Тарихта, иә? Тарих. Павел Корчагин, Островскийдің романы хақында. Сондай міне Казакалистардың, Молодая гвардия романы Падеевтің, бұлардың барлығы дидактикалық романдар емес та, бұлар пікір салатуғында, адамдар ой салатуғын балаларға, жастарға да, жаңағыдай жақсы бол, біреуге жақсылық қылсаң, жақсы болсаң, өніп өсең деген кітаптар емес. Бұл дидактика, Ибраһим Сүтім айтқан несі бар. Бар ғой, бұл заманда ақыл айтқанға көп құлақ аса бермейді адамдар деп. Сондай құр ақыл айта бергеннен пайдасы жоқ та. Сондай кітаптар керек. Казакалистық
жас гвардия ұқсаған, молодой гвардиялар, мінекей не деген, жас балалар, сондай бола ма екен, 14-15 жасар балалар бірталай өмірін етіп, ешкімді сатпай, шахтаға өздері секіреді оған, өлімге басын. Әзір енді сөйлеу болып жатыр әзірде. Соңғы жылдарда 10 сериялы кино түсірді, жас гвардияшы туралы. Оның бәрі болған нәрсе екен да. Әзір сан тұқымлары бар, інілері бар екен біреулерінің, балалары бар, ата-аналары өліп кеткен қашан. Сондай мінекей жаңағы соруына байынша, сол кітаплардың барлығы менде әлбетте көп із қалдырсаң болады. Міне айырманы эпизодтар айтып бердім. Айырым эпизодтар. Так что кітаплардың адамға бере тұрған жүда ақылы көп, ақылы пайдасы көп. Дүнияға көзім ашылды мен. Сол үшін мен орыс тілін үйренгенім жүда бақытлымын есептеймін. Орыс тіліне кіріп, сөйтіп орыс тіліне үйрендім, орыс тілінде кітап оқитын болдым. Менің үшін орыс тіл арқылы бүтін шығыс әдебиетіне, шығыс мәдениетіне көзім ашылды. Орыс мәдениеті, евро мәдениетіне көзім ашылды. Егер де мен орысша білмегенімде, олардың бәрі маған үшін бір жаңағыдай сырлы сандық қалар еді. Соның үшін Қаралпақ тіліне, филология факультетіне 2 рет кіремін деп кіре алмай қалдым. 2 рет кіремін деп кіре алмай қалдым. Елегден арманым Қаралпақ филология факультетіне кіріп оқымадым деп. Келе сіздерге лекцияға бармын айырмақты Қаралпақ. Сіздердің орныңызда бір уақытларымыз сондай арман қылдым. Қаралпақ филология факультетінде оқып студентпен отырсам, сіздердің орныңызда. Мен сол арманыма жете алмай кеттім. Мен орыс тіл факультетінде оқыдым. енді сіздерге бірақ мұғалім сипатында лекция оқып отырмын. Сіздер соның қадірін білмейсіз ау. Ол қай жерде оқып жатқаныңызды білмейсіз. Қарақалпақтың жазушыларынан білмейсіз. орыс жазушыларынан сірә білмейсіз. Тупойсыз бәріңіз. Тоңқылдап кетемін. Тупойсыз бәріңіз. Рас тупой екенсіз. Рахмет, Мадрема. Хақатында да бүгін ажайып бір сәубет болды. Біздер осы 4 подкаст davamında біздер өздеріміз кітаплар талқылаған болсақ, бүгін 4 подкастты құрып жүргенімізді аңладық десем қателеспейміз. Бүгін бізде мейманда ұстазымыз Мадрем Тұрсынмұратов болды. Аға, сізге рахмет. Біздерге уақытыңызды ажыратып келген үшін. Хақатында да бір өздеріміз үшін бір үлкен бір база болды десек қателеспейміз. Жақсы пікірлер, жөнлі пікірлер. Хам бұны біздер осы жастарға, осы подкаст арқылы жеткеріп қоямыз. Аздырам жұмыстамын. Университеттің хабар журналының редакторы. Елі лекциям бар, азырақ болса да. Малдарға лекция оқимыз, әр сапар туй деп кетеміз. Рахмет аға.